Так, бүгін жұмысқа басқаша стильмен барайын. Кеше сатып алған көйлегімді киейін. Бетімнің тап-таза болғаны қуантады. Сәлеметсіз бе, мен Айару деп жазылған едім. Сәлеметсіз, е. Аха. Сәлем. О, сіздің шашыңыз өзі сама по себе күшті екен. Аздап қырқып береміз, сонымен өте әдемі болады. Жалпы болып қалды. Қалай сізге, ұнайды ма? Қазір айнаға... Вау, өте әдемі. Қолдарыңыз алтын екен. Рахмет, келіп тұрыңыз. Құтты болсын. Молодец, Айару. Мұнда не болып жатыр? Біз саған сенгенбіз. Тоқтаңыздаршы, мұнда не болып жатыр? Түсіндіретін біреу бар ма? Сен жасаған проект ең жоғары табыс алып келіпті. Вау, шынымен де ма? Е. Жарайсың, Айару, мен сені басында-ақ мықты деп айтқанмын. Сәлем, әріптестер. Мұнда не болып жатыр? Айарудың жетістігін тойлап жатырмыз. Өте жақсы. Құтты болсын, Айару. Айтпақшы, Айару, осыны жуып қайтайық. Түскі уақытта кофе менен. Жарайды. Болды, жұмыстарыңызға тарқаңыздар. Ой, қандай күшті болды. Мен бүгін сондай бақыттымын. Айарумен бірге кофе ішемін. Алмас мырза сәл біртүрлі болып жүрген сияқты. Негізі кофені алып беретін, өзі ішуге бармайтын еді ғой. Айару, сен мен өзі ішкелі жатыр. Мен білмеймін не үшін екенін. Может, Айбар, сен білесің? Сая, қазбаламасаңшы. Саған латте, өзіме американо заказ етіп қойған едім. Алмас, сен үнемі ащы сусын ішесің. Мүмкін тәттіні көрерсің. Мен сусындардың ащысын, бірақ адамдардың тәттісін құп көремін. Сен сияқты. Рахмет. Латтені мен жақсы көремін. Білемін, байқап жүрмін. Бірақ оны саған айтпаған едім ғой. Мен оны өсе келе жақсы көрдім. Ты что, Айару, мен бәрібір байқап жүрмін ғой. Сондай байқампазбын десеңші. Бәрі үшін емес, әрине, бірақ саған келгенде. Ханым, сізге көмек керек пе? Жоқ, былай тұршы. Сонымен Америкадағы өмірің қалай өтті? Тек сені сағынумен өтті десем. Ой, анда тұрған кім? Кәне, қайда? Менмін. Сәлем, Айару. Айлин? Сені үйден көрмедім асында, қайда кетіп қалғансың? Әңгіменің бәрін қоя тұрыңдаршы, менің айтатын бір маңызды нәрсем бар. Алмас, мен сені әлі де жақсы көремін. Сен мені таңдасаң болады, Айаруды таңдау міндетті емес. Мен де саған жақсы құрбы боламын. Сенің бала шақтағы құрбың Айару болған үшін ғана таңдап жүргеніңді білемін. Жоқ, олай емес. Сен әрине жақсы құрбысың, бірақ өмір бойы мен іздеген адам емессің. Артық бұл жерде тұра алмаймын. Айлиннің осылай өзгеруіне бәлкім мен кінәлі шығармын. Кезінде сенмен кездесуге өзім шыққанда бәрі бұндай болмас еді. Жоқ, өзіңді кінәлама, Айару. Істейтін адам бәрібір де істейді. Ол саған шындықты айтпай жасырып жүрді емес пе? Бірақ сонда да мен оны қатты өзгерткен сияқтымын. Жоқ, Айару, ол өзі өзгерді. Таңдауды адам өзі қабылдайды. Енді жұмысқа кетейік, үзіліс аяқталды. Алмас, бірге өтпей қояйықшы, бөлек кетейік. Жарайды, айтсаң болды. Ой. Айару, не істеп жатырсың? Түскі ас қалай өтті? Түскі ас ойдағыдай өтті. Ал өзіңде қалай өтті? Сенде бәрі жақсы болса, менде бәрі жақсы. Айару, ұзақ отырасың ба? Үйіңе қайтпайсың ба? Мен қазір осы проектіні бітіріп алайын, сосын қайтамын. Өзіңді көп қинап жіберме, жақсы ма? Сенде үйіңе қайт. Жақсы, рахмет, Айбар. Сау бол. Сау бол, жақсы демал. Рахмет, сенде. Айару, саған енді тапсырма бермей қоямын ау. Неге әлі отырсың? Жүр, қайтайық. Жоқ, өзіме ұнайды. Жарайды, жүре қойшы, енді қайтайық. Алмас, сен тағы да зонтикпен келдің ба? Әрине, сен зонтигіңді ұмытып кеткенсің ғой. Бірақ сен үнемі тасуға міндетті емессің. Жоқ, міндеттімін. Себебі бұл менің өмір бойы армандаған арманым, іздеген арманым. Рас па? Әрине. Алмас, зонтикті ортаға қойсаңшы, өзіңнің үстің су болып жатыр. Жоқ, болса бола берсін. Бастысы сен менің қасымдасың. Алмас. Есіңде ме, Айару, біздің өткен шақтар. Просто убегай, и не вспоминай, Каждый раз я вспоминаю детство, помню наше место. По 16 устали целоваться, ты взяла мою футболку. В этом нету толку, это я дурак, ошибался. Зачем я так влюблялся, Одесса, помню наше место. По
по 16, устали целоваться, ты взяла мою футболку. В этом нету толку, это я дурак, ошибался, зачем я так влюблялся. Never lie late, never lie late, never lie late, never lie late. I said Мен кейде өзіме таң қалам, сені күнде көріп жүріп қалай байқамағанмын. Жа, бәрі жақсы, үйіңе қайта ғой. Сау бол. Айлин неге үйге келмеген? Қазір қайда түнеп жүр екен? Неге жауап бермейді? Қиналып қалмаса болды. Мен киімді ауыстырайын да жатайын. Ертең ертерек тұруым керек. Тоғызыншы бөлімнің соңы. Достар, менің арнама тіркелуді ұмытпаңдар, себебі тіркелу, лайк басу, комментарий жазу бұл үлкен қолдау, мен үшін өте маңызды. Тіркелмей көріп жатқан адамдар не істеу керегін білеміз. Келесі бөлімде кездескенше.